Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын меңгеру бойынша мониторинг жүргізудің әдістемелік ұсынымдары. Мониторинг педагогтың балалардың түрлі жастағы кезеңдерінде үлгілік бағдарламада айқындалған күтілетін нәтижелерге жету деңгейлерін және баламен жеке жұмыс жүргізуде педагогтың алдағы іс-әрекетін айқындауға мүмкіндік береді. Балалардың даму мониторингісін жүргізуде педагог нені білу керек? Балалардың даму мониторингісін жүргізуде педагог мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптарын, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын, бақылау парақтары мен баланың жеке даму картасын толтыру тәртібін, мектепке дейінгі педагогика мен психология негіздерін, диагностика жүргізу әдістерін, яғни бақылау, ойын жағдаяттарын құру, әңгімелесу, сұрақтар мен жауаптар, бейнелеу әрекеті нәтижелерін зерттеуді, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын игеру деңгейін есептеу әдістерін, ақпараттық коммуникациялық технологияларды игеру қажет. Осы нормативтік құқықтар актілерді ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасының мазмұнын меңгеру бойынша мониторинг жүргізудің әдістемелік ұсынымдары әзірленді. Мониторингтің жалпы мақсаты балабақшаның оқыту үдерісінің сапасын бағалау және жетістіктер мен проблемаларын анықтау. Мониторинг ұсынымдарының мақсаты мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасы мазмұнында айқындалған күтілетін нәтижелерге балалар мен педагогтың жету деңгейін бақылау бойынша мониторинг жүргізудің бірыңғай тәсілін қамтамасыз ету болып табылады. Мониторинг жылына 3 рет, бастапқы қыркүйекте, аралық қаңтарда, қорытынды мамыр айында жүргізіледі. Мониторинг жүргізу ерте жас тобында аралық, ал қалған топтарда бастапқы бақылаудан басталады. Ерте жас тобы үлгілік бағдарлама мазмұнын алғаш рет игеріп отырғандықтан, оларда бастапқы бақылау жүргізілмейді. Басқа топтар үшін бастапқы бақылау алдыңғы жастың бақылау парақтарымен жүргізіледі. Мысалы, ересек топ үшін ортаңғы топтың бақылау парақтары қолданылады, ал аралық және қорытынды бақылау жүргізу үшін сол жасқа сәйкес бақылау парақтарымен жүргізіледі. Әрбір бақылауды жүргізу кезінде бақылау парақтарында берілген орынға бастапқы, аралық немесе қорытынды алынып жатқан бақылау кезеңінің жазып қою қажет. Мониторинг нәтижелерін алу әдістері балаларды ұйымдастырған іс-әрекеттер мен ойындар кезінде бақылау, әңгімелесу, балалардың салған суреттерін, қолдан жасаған бұйымдарын талдау және басқалар болып табылады. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасын игеру бойынша мониторинг жүргізу үшін критерийлерге сәйкес мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін бақылау бойынша индикаторлар жүйесі жасалған. Индикаторлар жүйесі критерийлерға сәйкес критерийдағы көрсеткіштер ретінде кодпен берілген. Мысалы, 3Ш3 алғашқы жолдағы 3 саны баланың жасын білдіреді, яғни бала 3 жаста. Бас әріппен берілген Ш дегеніміз шығармашылық дағдыларын зерттеу іс-әрекетінде дамытуды білдіреді. Келесі 3 саны шығармашылық дағдыларын зерттеу іс-әрекетін дамыту бойынша күтілетін нәтиженің ретін білдіреді. Бақылау парақталы Excel форматта берілген, яғни екінші қосымшаға сәйкес. Сонда алдымен оқу жылы, мониторинг алынып отырған топтың атауы, өткізу кезеңі мен мерзімі және балалардың аты жөні туралы мәліметтер толтырылады. Бақылау парақтарында мониторингтің критерийлері және соған сәйкес 3 индикатор берілген. Мысалы, кіші топ сөйлеуді дамыту бойынша төмендегі кестедегідей толтырылады. Бір критерийге берілген 3 индикатордың біреуі бір санмен ғана белгіленеді, ал қалған индикаторларға ешқандай белгі қойылмайды. Осылай барлық топтағы балалардың нәтижелері қойылған болған соң, Excel бағдарламасы автоматты түрде әрбір индикатордың қорытындысын шығарады.
Мұнда әрбір критерийдің бірінші индикаторы жоғары, екінші индикаторы орташа, ал үшінші индикаторы төмен деңгейді білдіреді. Бақылау парағының төменгі жағында берілген ұяшықта балалар мен педагогтың үлгілік бағдарламаның күтілетін нәтижесіне жетудің пайыздық көрсеткішін және одан төменде орналасқан жоғары, орташа, төмен ұяшықтарында балалардың білікті мен дағдыларының игеру деңгейін автоматты түрде есептеп шығарады. Топтағы бала белгілі себептермен мектепке дейінгі ұйымға ұзақ уақыт келмеген немесе басқа себептермен болмаған кезде мониторинг жүргізілмейді, немесе үш индикаторға да ешқандай белгі қойылмайды. Excel форматта берілген қосымшалар мониторингті жүргізу, мониторингті автоматты түрде жылдам есептеуге мүмкіндік береді. Топтың мониторингі нәтижелері негізінде оқу жылына баланың жеке даму картасы толтырылады. Баланың жеке даму картасын толтыру кезінде педагог кестеге дамытушы немесе түзету шараларын қажет болған жағдайда бақылау нәтижелері бойынша іс-шаралардың екі түрін енгізеді. Бастапқы бақылау нәтижесінде шаралар дамытушы, түзету қазан-желтоқсан, аралық бақылау нәтижесіндегі шаралар ақпан-сәуір, қорытынды бақылау нәтижесіндегі шаралар маусым-шілде айларында жүргізіледі. Қорытындыға мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасында белгіленген күтілетін нәтижелерге сәйкес баланың даму деңгейі жазылады. Жеке картаны жас тобында жұмыс істейтін басқа педагогтармен, қазақ тілінің мұғалімімен, дене шынықтыру жүзу нұсқаушысымен, музыка жетекшісімен бірлесіп топ тәрбиешісі және мектеп алды сыныптың тәрбиешісі дербес толтырады. Назарларыңызға рахмет.